Өте дәмді уылдырықтан, икрадан котлет жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма подписать етіп алуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып алыңыздар. Ең алдымен балықтың икрасынан уылдырығын езіп аласыздар. Осылай, сосын үстіне бір жұмыртқа саласыздар. Менде 300 граммдай уылдырық, соны міне қолыммен шаншқының көмегімен езіп алдым. Содан кейін бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырасыздар. Одан кейін шым-шым тұз себесіздер, дәміне қарай, сосын бұрыш себесіздер. Содан кейін жақсылап араластырамыз да. Меніңкінде ұнға бір ас қасық ұн салдым. Уылдырықтарыңыз көп болса, одан да көп салсаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Оның барлығын біркелкі комок болмайтындай етіп араластырамыз. Міне менде осындай болып шықты. Енді қазір осыны қызып тұрған майға, кішкене майға екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Міне осылай барлығын кішкенеден бір ас қасықтан, бір шай қасықтан да салуға болады. Осылай қуырып алсаңыздар болады. Балалар сүйіп жейді, кәдімгідей өте дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Әртүрлі рецептілермен бөлісетін боламын. Міне осылай қуырылып жатыр. Қазір екінші жағын аударамыз. Осылай болып қуырылады. Міне дәл осындай менде икрадан котлеттер шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.